Естеріңізде болса, Стивен Томпсон мен Шапқат Рахмонов арасында жекпе-жек болады деп болжалды. Бұндай ақпарат бір апта бұрын интернет желісінде таралып кетті. Біз бәріміз де бұл жекпе-жекке ұйымдастыруды ойладық. Тіпті UFC журналисті Ариэл Хелвани бұл туралы хабарлаған болатын. Әрине бұны дұрыстап тексеру керек. Бірақ Стивен Томпсонның өзі бұл жайтқа қарсы секілді. Яғни ол бұл жағдайды мүлдем басқаша көреді. Тағы да грэпплермен кездесудің мағынасы жоқ деп келе әңгімесіне тұздық ретінде ол басқа екі есімді атап өтті. Яғни Кевин Холландтың жекпе-жектерінің оның жан-жақты жауынгер екенін көрген болатынбыз. Кевинде шынымен мақтан тұтатын бір нәрсе бар, ол оның джиу-джитсуы. Оны Трэвис Лутер жаттығу лагері үйретеді. Осыларды айта келе грэпплермен күрескісі келмейтін Стивен Томпсон Кевин Холландты тыңдағысы келеді. Мұнда сөйлесетін көп нәрсе бар. Стивен Томпсон октагонда жас жауынгерлермен төбелескісі келмейді. Яғни шердауында жеңіліс жоқ, қарсыластарын қаңбақпен қағып алып жүрген және көтерілушінің қарсыласының танымалдығын иемденетін жауынгермен жекпе-жек өткісі келмейтін хақ. Мұндай жолдан Стивен Томпсон өткен болатын. Есімде оның алғаш көрген кезде Джек Элленбергге дейін оның көптеген қарсыластары болды. Мен Джектің Стивен үшін қаншалықты мықты қарсылас екенін білетін. Сондай ауыр жолды бастан кешіріп қаншалықты қиын жұмыс істегені өзіне Wonderboy деген лақап аталып келді. Ол қолдан келген барлық мүмкіндіктерді пайдаланды, тіпті Тайрон Вудлиге дейін жетті. Бірақ мен Томпсонның бұл жекпе-жекті қабылдамайтыны туралы айтқан сөздеріне толық сенуіміз керек пе, жоқ па білмеймін. Мұнда Томпсон бізбен әділескен секілді. Және іс жүзінде бұндай әдіс жұмыс істеуде. Сондықтан мен креслода отырып сіздермен осы тақырып жайлы талқылайтын боламын. Бұл ақпаратты жай интернет желісіне салып, екеуін белгілеп қоюыма болар еді, бірақ барлығы үшін бұл ақпаратты талқылағым келіп тұр. Негізінде жекпе-жекте бас тарту өте қиын. Ол бұлай жауынгерді кері қайтарып жібере алмайды. Біз осындай жауынгермен жекпе-жекті өткізуді жоспарлап отырмыз деп ойға сүйемелденген әңгімені айтуға болмайды. Яғни біз бұл жауынгермен төбелесуді жоспарлап отырмыз. Өйткені бұл жауынгер маған ыңғайлырақ десеңіз, бұндай әдіс UFC-де жұмыс жасамайды. Әрине сіз Мейвезер болсаңыз әңгімесі жоқ. UFC-де олай жасай алмайсыз. Және Стивен бұны біледі. Мен оның бұндай әрекет жасайтынына сенімді емеспін. Оның күн сайын Крис Уайтманмен бірге жаттығу жасайтынына жоққа шығара алмаймын. Ол Шапқат Рахмановқа дайындалу үшін тамаша спарринг серіктес болар еді. Жалпы шынту айтына келетін болса, Уайтманның төбелесу мәнері Шапқаттікмен ұқсас, тек ірілеу түрі. Стивен Томпсон Шапқат Рахмановпен жекпе-жекке шынымен келіспейтініне сенімді емес. Өйткені ол мұны істеуге тырысады деген мәлімдеме шындық болуы мүмкін. Және бұның жаман ештеңесі жоқ. Жауынгерлер әрқашан ең үлкен соманы алуға тырысу керек. Тіпті қарсыласы ең әлсіз болса да. Жекпе-жек ұйымдастырылайын деп жатыр. Бір кезде жауынгер келіп, біз ойландық, бұл матчап бізге қызық емес екен деу. Жекпе-жектің болмай қалуы тек жарақат алған жағдайда немесе ауырып қалса ғана, сол кезде келіссөздер аяқталып, жекпе-жек жүзеге аспайды. Жекпе-жектен қашудың көп әдісі бар. Алайда Стивен оның біреуін де қолданбады. Ол еркекше Шапқат Рахмановтың мықтылығын мойындап, барлығын ашық айтты. Онысын барлық жұртты өзіне қаратты. Ал Шапқат ше? Стивен мен Шапқат Рахмановтың арасындағы жекпе-жек Рахмонов үшін керемет мүмкіндік. Стивен чемпиондық жекпе-жектерде піскен, негіз карттарда мықты жекпе-жек өткізген сақа жауынгер. Соңғы рет оның 5-ші қатарда көрген болатын рейтингте. Бернстен жеңілгеннен кейін Бернс көтеріліп, одан жоғары рейтингте жайғасты. Шын айтқанда қазір оның нешінші орында тұрғанын білмеймін. 16-0 рекордымен Қазақстаннан келген жеткілікті деңгейдегі байсалды, сабырлы, шаруасын сенімді жасайтын мықты жігіт. Томпсон үшін бұл үлкен қауіп. Бірақ Wonderboy кәрі тіс қаққан көкжал. Ол шынымен ақылды, өте ақылды және парасатты. Мен оның Рахмоновты шынымен тексеріп, сыртынан қарап жүрген сенімдімін. Оның грэпплинг деңгейін көріп, жоқ бауыр деген сөзсіз. Мен мұны ішіме сезіп отырмын. Бірақ Wonderboy'дың шердогында 0 жеңіліс жоқ жігітті жекпе-жекте жеңе аламын деп ойлау қате. Сондықтан ол сөздерімен бұл жекпе-жекті қабылдамаймын. Өйткені ол маған стилистикалық келмейді дейді. Жарайды, мен жақсы нұсқа таңдаймын. Ол солай ойлайды. Ол Рахмановтан қашуға тырысады. Бірақ ол бұл жекпе-жекті қалайды, Бірақ ол бұл жекпе-жекті қалайтыны анық, мен солай ойлаймын.
егер мен қателескен болсам, бұл мүмкіндігінше менің шын жүрегімнен шыққан қалауым. Менің ойымша, оның менеджерлерінің әдісі жұмыс жасамайды. Бәрібір де Вандербой Рахмоновпен бір жекпе-жек өткізеді. Бұл менің ойым.